Мынау үлкен жол емес, қаланың ішіндегі кішігірім қуыс көшелердің бірі. Кәдімгі бір отбасылық үй опырылып жанына қарай түскен екен. Көлігінде мұжық қалыпты, жолды да жауып тастапты. Мынау кірген жердегі кіреберіс бөлмесі кәдімгідей ашық тұр. Гүлдер шашылып жатыр. Үйінің жиһаздары, басқа да заттар шашылып жатыр. Мына жақ неге қазған екен? Мына жерді қазып, бір қазба жұмысын жасапты. Үй кәдімгідей жылжып кеткен ғой. Анау жер жарты метр болса, мына жер 2 метрдей. Қандай жылжу. Мына кісі үйіне келген сияқты. Әке деп әкесін шақырып жатыр. Осындай мінекей Хатай қаласының барлық жеріндегі көрініс шамамен осындай. Мынау үй орында тұр, бірақ шайқалғаннан кейін көп жерлері жарылып кетіпті. Кейбір жерлері мысалы опырылып түскен. Мынаның үстінде кіршасы да жоқ, кіршасы жерде жатыр. Сосын мына үй алға қарай қисайыпты, алдыңғы балкондардың бәрі опырылып кеткен. Өздерінің үйіне келген сияқты. Үйінің кәдімгі есігі ашық. Өздері қазір ғана ашты, кіріп керекті заттарын алып жатқан сияқты. Сәл ары қарай жүрек, мынада тоқ болуы да мүмкін ғой. Сондықтан абайлап өтейік. Мінекей мына үй құлаған сол өзімен бірге мына жанындағы, оң жағындағы үйді де ала кеткен. Алдына қарай еңкейіп, мына жердегі қабырға жерге түскен. Мына жан жағындағы үйлердің барлығы сілкініп жерге қабырғалардың бәрі шашылып қапты. Мына үй тіптен нашар халде. Үйінің ішінде бірақ адамдар жүр, керекті заттарын алып жатқан сияқты. Бұл жерде кептерлер тұр. Демек, үйде кептер ұстаған сияқты. Соның крышасында. Мына жақта көбіне негізі сириялық арабтар тұрады. Сөйлесіп жатқан сол араб тілінде. Мерседес мұжылып қапты. Жалпы Түркияның 10 қаласында жер сілкінді ғой. Қайталап жатырмын. 10 қаласы деп. Оның бірі осы Хатай. Осындайда ұмытып қаламын. Мына көлікті де мұжып қапты. Мына үй кәдімгідей анау жоғарыдан төмен қарай басылған ғой. Демек, мына көлік осы жерде бір көлеңкелеп тұрған, ықта тұрған сияқты. Мынау үй арғы жақтан былай қарай алға, әрі бер қарай құлапты. Мынаның барлығы дерлік негізі үйлер мынандай биікте болған ғой. Бір 2 метр, 3 метр жоғарыдан төмен қарай. Кәдімгі бірінші қабат езіліп түскен. Мына үй тіпті жоғарғы қабаты мінекей. Мына крыша емес, ең жоғарғы қабат болуы мүмкін, ал крыша мынау тұр. Жарамсыз, мүлдем жарамсыз. Құдды бір тастанды, заброшенный городок дейді ғой. Сол сияқты тастанды қала сияқты болып қалған. Осыдан 4-5 күн ғана аман сау тұрған қала. Тыныш. Ешкім жоқ. Бәрі қалдықтар, қираған үй, мұжылған
көліктер, шашылған киім-кешек, жиһаз. Әп-сәтте бәрі жоқ болып кете салды. Қазып алу жұмыстары бұндай жерлерге көлік кіре алмағандықтан, орталықтағы көшенің бойында, әсіресе сол көшенің бойында көбіне үйлер қираған. Сол үйлерді қазба жұмыстары жүріп жатыр. Үлкен техникалар келіп, қазып алып жатыр. Енді 5 күн өтіп кетті, сондықтан көбісі тіреміз, мәйіттерді шығарып жатыр. Бұған дейін тірі адамдар шыққан. Не көріп тұрмын, мына үйдің ішінде толған андай бір реттік қолданысқа пайдаланатын ыдыстар. Үйінің іші кәдімгідей толып тұр ғой, толып. Бірінші қабат, екінші қабатта білмеймін, терезесі сынбаған, көрінбейді. Қой, мен бұлай қарай кетейін, келген жағыма. Мына көріністерді қараңыздар. Қарап, біраз дүниеге құмарлық, дүние қоңыздық деген нәпсіні басатын көрініс қой мынау. Құдай бетін аулақ қылсын. Құдай бетін аулақ қылсын, бұндай нәрсе болмасыншы. Өте қиын. Мұны мен сіздерге қазір бір ғана көшені көрсеттім, ал мұнау кәдімгі үлкен қала. Бірнеше миллион тұрғыны бар қала. Хатай деген. Түркияның ең оңтүстік нүктесінде орналасқан, Сириямен шекаралас қаласы осы. Осындай бір тарсылдаған дыбыстар шықса, зәрем шатыр. Құдды бір мына үй құлап келе жатқан сияқты. Кептерлер де үйінен айырылды. Оны асырап жүрген адамдар да үйінен айырылды. Бәрі үйсіз, күйсіз, отбасынан айырылған адамдар бар. Баласынан, анасынан, әкесінен, түгелдей отбасынан айырылып қалған да жандар бар. Мына үйдің ішінде қалған заттарды алып шығып отқан сияқты. Бірақ қауіпті сияқты, қалай ойлайсыздар? Өте қауіпті ғой мынаның ішіне кіру деген. Анау бір адам жүр. Міне мынау асхананың қабырғасы. Не жер бұрышы асхана болған екен. Асхананың заттары жатыр. Ыдыс аяқтар жатыр. Анау да ыдыс аяқтар жатыр. Шкафтар. Обалай. Сұмдық. Ата. Атам байғұс қалған заттарын көтеріп, тасып жүр. Бәрі қайтып айналып келіп, өздерінің үйінде қалған заттарды тасып жүр. Аман есен қалған ең керекті деген заттар тасып. Бағана ең алғаш көрсеткен үй осы. Мен мына жерге келмеп едім. Ішін қараңыздар. Не жатыр мына жерде? Терезесі ұшып кеткен. Мына бір колонка жатыр. Холодильник, газ плита, мін асханасы, асхананың пердесі ғана тұр. Обалай. Қиын. Жігіттер істеп тұр. Мұжылған бірінші қабаттың асты. Мына үй құламапты, бірақ шытынаған, опырылған жерлері бар екен.
мінекей мынау мына жерден түсіпті. Мына балкон ғой, кішігірім. Енді балконның неміз өкінетін нәрсе емес. Бастысы үй аман, ішіндегі адамдар аман. Мына үйде сәл-сәл шытынағаны бар. Бастысы ішіндегі адамдар аман болса. Енді мына үйде қиын болыпты. Мына үй қиын болыпты. Жерде жарылып кеткен ғой. Қараңыздар, мін. Жерде жарылып, мінекей. Мына жерде жарылған, міне жерде жарылған. Мінекей, мынау да жарылып кетті. Кәдімгідей сонымен сонау жарықтар. Сосын міне жердің іргетасы түсіпті да, мына жерден сызат пайда болыпты арасынан, шел. Сондай жағдай Хатай қаласында. Мына кішігірім бір қабатты өзіміздің ауылдағы үйлер сияқты, бұларға енді ештеңе болмаған жоқ. Мынау 2 қабатты ма, әлде 3 қабатты үй опырылып жерге түсіпті да қисайып қалды. Мына үйлердің негізі барлығы мысық жүр. Сау емес, анау сіздерге көрінбейді. Сәл-сәл опырылған, түскен, жарылған жерлері көп. Сосын үстін көрдіңіздер ме, бәрі бетіп ойнап тұр. Шайқалған. Мына жерде Хатайда лимон өседі екен. Негізі бізге сәл жат жеміс көкөністер өсетін сияқты. Соның ішінде мінекей лимон қазір пісіп тұр. Мен бағана не көрдім? Тағы да басқа да бір жемістерді көрдім. Жерде шашылып жатыр бәрі. Күн жылы негізі бұл жақта. Бүгін 10 градус болып тұр. Күн жылы. Мына көшеде түк болмағандай, тып-тыныш, ештеңе жоқ. Осы жердің иелері ғой, мына осы үйдің. Үйін айналшықтап жүр. Мына жақта да тыныштау. Негізі айтып отырмын ғой, көбіне анау орталық үлкен жол бар ғой. Сол жердегі үйлер қираған, сосын өте биік. 3 этаждан биік үйлердің бәрі қираған ғой. Ал енді кішкентай 1 қабатты, 2 қабатты үйлер көбісі аман сау қалыпты. Бірақ адам тұруға жарамсыз деп ойлаймын бәрі. Шытынап кеткен. Мысалға мынау 1 қабатты үй, мына жерін көрдіңіздер ғой, жарылған. Мынау да жарылған. Бұл адам тұруға жарамсыз. Тағы да бір 3-4 бал сілкінсе жер құлап қалатын сияқты. Қираған, бәрі қиранды. Обал. Мынау кәдімгі, мынау кинодағыдай ненің үстінде тұрады ғой, крыша. Ауыр зат. Осыны үйдің төбесіне қояды. Өте ауыр зат қой негізі. Сәл ары жүре берейін. Мен осы көшені бойлап келе жатырмын. Бір көшені ғана көрсетейін деп. Қазір сәл үлкендеу жолға түсем. Сәл шыдаңыздар. Оны да көрсете салайын сіздерге. Сонау Коня деген қаладан, Түркияның Коня деген қаласы орталығында. Түркияның ең тегіс жері, ол жерде жер сілкінісі аса бола бермейді. Болған күннің өзінде максимум 2-3 балға дейін барады. Ал енді 2-3 балда үйлер қирай қоймайды. Жер түтеп кетті ғой. Міне орталық көшелердің бірі, көліктердің бәрі осында. Сосын қираған үйлер көп. Бірақ бұдан да үлкен көшелер бар. Негізі қираған үйлер сол жерде көбіне. Ал амандықта, саулықта көріскенше аман болайық, бар болайық.